Assalamualaikum. Құдаға көмек. Құда бар. Қалаға келгеннен кейін Datsun 10-ды бірінші старт істемей қалды, соң итеріп оталдырып жүргенмін. Қазір итерсең де оталмайды дейді. Ушановский деген поселок па? Ушановский? Поселок Ушановский жақта. Кеттік сол жаққа. Құда болсаң шыда деп. Ой, құда қалайсың? Ассалаумағалейкум, қалайсыз? Күнгі 12-де звондап. Алмайсың ғой жаңа звондап. Естімдей болған жоқ. Що, өш қалды ма? Түнгі 12-де бұл жердегі отырғандар айтты, ой, бақа деген бар, білет шынымен. Білем дедің бе? Оның нөмірі жоқ дедім енді. Телефон Ош, сен алсы дедісің ғой телефоны. Телефон ойылыстағам деді. Бір заманда Инстаграмда бар, Инстаграмдан қара деп бір жерде Инстаграм. Қайда, кілті қайда? Живой ма аккумуляторың? Насос бар. Стартер. Қадайсыз? Массыны қараш, массыны. Так, стартерін істеп қойдық. Ано, асты қозғалып тұрған жоқ па? Случайно бір-ақ болды салдыңдар ғой сендер. Ано, 16 клапандық шығар. Зубистарда надо 11 зуб, надо 13 зуб. Вообще? Жаңа стартер. Вообще басқа ғой. Мынасы да басқа. Колокольчигі. Мынаның зубтар көбірек, мынаның азырақ. И креплениясы келмейді. Ане? Енді до конца бұрап көр. Болды? Өзің стартерін тек. Жаңа стартерін қайда? Бұл машинде бұлай болған. Өзің стартер істемей қалған. Контакты болмаған. Соң алғанда жаңа стартер салған. Жаңа стартер салат, бұл да істемейді. Соң сүйрейді. Сүйреген кезде моторды айландырмай қойып, махайып кетіп қалатын ол. Міне, өздері. Соң кейін мотор айланбағанда. Қазір өзінің стартермен оталып тұр. Ие ма құда? А? Сәлем айтасың ба тиктокқа? Келесі машин қандай еді? Приора. Оталмайды Магнум жақта. Магнум жақта болғанда ауылдан сүйреп алып кепті оны. Айыртау деген ауылдан. Айыртау деген ауылдан сүйреп алып кеп, Магнумның алдына қой қойды. Кеше алып келгенбіз дейді. Причинасын таба алмай жүр. Көрейік барып. Орнына салды ма бәрін? Білмеймін. Ана бәріміз Ауылға келді ме электрик? Жоқ, ана фабрикадан тысың қалдымыз ба? Жүркел жатып өшті ме или? Жоқ, орнымда мен жүркелдім. Бір сағаттай жұмысқа кіріп шықтым да. Қостым және гемобазар неме шықты, мәшін танбай қалды. Одан электрик шақырдым, ол келді чұқып. Ана чұқыдым. Короче, жоқ дейсің ғой. Кілті қайда? Аккумуляторы тірі ме екен? Мынаның қайсысы? Мына ма? Аха. Насос жоқ. Насос жоқ, после прокрутки тоже жоқ. Насостың бәрі тығылып тұр ма, суып тастаған жоқсыңдар ма? Білмеймін, шықтың ана бар ғой, шұқылады. Айтан жауып қойды ғой, білмеймін, жауып істеп қойған жоқ. Жабық тұр вроде ба. Жауып қойды ғой. Бірақ мына жақтың бәрін шыққан дейді. Жарайды, азамат сразу искрасын қарайсыз. Оталдым ғой.
Бас қыздырып алайық. Морсы өшетін шығар. Короче, алдыңғы электрик неме қарағанын білмеймін, мына жерде насостың релесі жоқ болды. О, мына коврик насынан тауып алдым 2-3 реле. Орнына салдым, машина ары ете қалды, болды. Может, тағы проблемасы бар шығар, қазір тосамыз. Бұл машинада бұлай болған екен. Аты оталмай қалған кезде иммобилайзер маркат еткен дейді. Автозапускпен қолданбаймын дейді. Бұл да обходчикта проблема ғой. Обходчикті алып тастаймыз, керегі жоқ дейді. Бәрін штатный болады ғой. Все, болды, причинасы табылды. Кетті, келесі машинға.